Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Бір 10 күндей жоғалып тағы шықтым. Мамалар жана жұмысқа кетті. Мен оянып отырмын. Тұру керек. Қуаныш пока что ұйықтап жатыр. Бізде есіктің алды қырға қалды. Қазір Қуаныш пока что оянбай жатса, үлгеріп жатса, қазір йога жасайын деп жатырмын. Болдым. Тиеліп жатыр. Күшті қалсын. Қуаныш оянғанша кітапты оқып жатырмын. Бір ноқта ұстадым, бір оқып жатырмын. Кісі оянды. Жинау керек қазір. Кака болса лақтыр анан ішіне. Коробкаға лақтыр каканы. Қуаныш жана ұйықта қалды. Мен бір болайық көріп отырмын. Жерін бәрін жинау керек. Мынан бағана Қуаныш жинатқызбай қойды. Қайттан салғызып алып жатып алды үстіне. Мына жерде ойыншықтар. Түгел қазір жинап тастау керек. Біраз есік ашып қоямын мына жерде. Желдетіп. Бар ғой нәзір. Себебі менің әйеліме мен айтқан сөздерімнен бас тартпаймын, өйткені мен бар ғой. Суды төгіп, соны езіп ойнап отыр. Жақсылыққа жетелеген емес. Назымдарға басылқа жіберейік деп. Почтаға келді. Жаңа ужин іштік. Мына жер бітіп жатыр қыз. Ыдыс-шөп. Бәрін жинау керек. Чай ішіп жатқанда мына сүттен құйып аш кетіпті. Қазір осыдан нан илейміз. Бауырсақ болады. Бауырсақтар. Үрлер жаңа Қуаныш істеп тастады мен үшін. Жаңа чай ішіп алдық бауырсақпен. И мына жерде кренги тоже жасалынбаған. Кухняны жинадық. Қуаныштың подгузнигін ауыстырдық. Енді біраз тоқ басып терлеп кеттім өз бағанадан бері кухняда. Еще есік жауып аласың ғой. Қуаныш мешать жасамасын. Сол кітабымды оқып біраз жатып тұрайын. Қуаныш ұйықта қалды жаңа. Енді маған тоже ұйықтап алу керек. Сәресіне ұйықтап қалу керек. Тұрып, чай болсын ішіп алу керек. Ұйықтап қалатын кездерім бар, әйтпесе. Қайырлы таң.